Құрметті халайық, мен сіздерге өз тілдерінде, яғни қазақша сөйлеген үшін жұмыста шығарылып қудаланып жатқан 10 әйел туралы айтпақпын. Бұл шетелде емес, өз елімізде, мынау Алматыда Халық банкінің сақтандыру компаниясында. Сонда жұмыс істейтін Елена деген қызметкері, енді еден жуатындар ғой, бұлар техничкалар, 10 қазақтың әйелі. Солар бір-бірімен сөйлесіп тұрса, айтады екен, мен тұрғанда қазақша сөйлемеңдер, для меня это оскорбление деп. Сосын олар өзі ойларын орысша жеткізе алмайды. Сосын бастықтарына барып айтқан ғой, Еленаның бастығына айтқан. Бізге қазақша түсіндіре алатын біреуді жібер. Және біз өз ойымызды қазақша жеткізе алмаймыз деп. Содан құрғын сүргін басталған. Елена деген бұлардың соңына түсіп алған ғой, қызметін пайдаланып. Неше түрлі акт жасап өтірік, бір жерлерден мусор түсіріп алып, әует кезінде келіп, неғып отырсыңдар деп тиісіп. Яғни қанын ішіп қойған, миларын шұқып. Сондықтан кетіп жатқандар да бар, заявление беріп, мынандай атмосферада жұмыс істей алмаймыз біз, мынандай жағдайда деп. Енді бәрін шығармақшы. Нан тауып жеп отырған, оны семьяның нанынан айырмақшы. Ал оның басшылары үндемей отыр, қабылдамайды. Барған представительдерін, техничканың. Енді не істеу керек ал? Осы қазақ тілді, орыс тілді түсінбеген үшін, ойын жеткізе алмаған үшін орыс тілінде. Осылай жұмыстан қуылу керек пе? Және айта кететін бір зат. Бұлар әрбір кабинетке кіріп шығып, әйелдердің бастығы сұрап шыққан, қол қойдырып алған претензияларың бар ма деп. Ешқайсының претензиясы жоқ, Еленадан басқаның. Оған көмектесіп жүрген Нұрлан Хамзин деген Қуыскеуде бір қазақтың жігіті бар. Сол екеуі құрғын сүргінді бастап жүрген. Басқа компанияны алып келмекші. Енді бұған қалай қарайсыздар? Мемлекеттік тілді, яғни қазақша тілді қорлайтын, жұмыскер әйелдердің құқығын қорғай алмайтын компанияның қазақтарға керегі не?